Мен 2 жасқа келгеннен кейін мен асырауға қайнағасына кірген. Қайнағасының баласы. Мен оның сол 22-ге келгенде барып өзімнің ағайындарыммен қауыштым. Мен Мұстафа Шоқайдың атын естіп өскенін айтып отыратын. Орда облысы Сырдария ауданы Айдарлы елді мекенінде дүниеге келдім. Сол бітірген жылы мен журналист болғанымда Казгойға келгем. Бірақ мен конкурсына өте алмай қайттым. 56-шы Комсомольский мәжілісінде жастардың тәрбие мектебі болғаны рас. Мен осында заочно оқыдым. Айналайында сендер мендей болмаңдар. Қазаны кейін айтамын ғой. Мен сол идеологиядан кетіп қалғаннан кейін партия тарап кетті облыстың. Онда тарап деп білем дейді. Бастық ағалары жоқ адам үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Сол 23-імде кандидат болуды армандаған адаммын ғой. Бірақ сол 23 жылдан кейін кандидат болып тұрмын. Бірақ Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің жастар бағдарламасында біздің қонағымыз Әбдіжәлел Қошқарлы Бәкір ағамыз. Ассалаумағалейкум. Әрі ғалым, әрі ұстаз, мемлекет қоғам қайраткері, саяси ғылымдардың докторы, профессор ағамыз. 91-95 жылдары Қазақстан Қызылорда телеарнасының басшысы болған. Кейін 95-2004 жылдары Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің 2 мәрте депутаты болып сайланған. Қазір кезде ғалым, алаштану, шоқайтану дейді. Сол 15-тен аса еңбегі бар, 200-ден астам ғылыми мақалалар бар. Осы тұрғыда біздің бүгінгі қонағымызға қоятын сұрағымыз, жалпы қазіргі өзіңіздің өмір жолыңыз туралы айтып берсеңіз. Жастар бағдарламасы болғандықтан, енді өзіңіз балалық шақтан еске алып, сосын жас болған кезде ер жету, туған жер сияқты. Ең бірінші осы балалық шақтан бастайықшы. Рахмет. Енді біздің балалық шағымыздың бір ерекшелігі бар. Біз енді мына соғыстың алдында дүниеге келген балдарымыз ғой. Сондықтан сол кездегі балдармен біз тағдырласпыз. Мен оның ішінде менің тағдырым бөлектеу. Менің әкем Қошқар, шешем Фатыма. Мен 2 жасқа келгеннен кейін мен асырауға қайнағасына кірген. Қайнағасының баласы болмаған, Бәкірдің баласы болмаған. Соған мен 2 жастан асқан, менен кейін тағы бір бала келген. Сосын мен сол нағашыма тәрбиелеуге кірген. Мен оның сол 22-ге келгенде барып өзімнің ағайындарыммен қауыштым. Қазір Бәкір Әбдіжәлел Қошқарұлы болып жүрген, солай Бәкір нағашы атам, Қошқар ол өзім туған әкем. Енді Бәкір баласы дейді ауылда. Бірақ сол 2 әкем де бірге армияға кетті. Қорғайтыншыл армияға кетті де жылдың аяғына шейін 2 өте жоқ болып кетті. Ол өзі әуелі қарқында бәрі де біреуінің мылтығы бар, біреуінің мылтығы жоқ. Бәрі алдыңғы шепке шықты да қырғынға түсті, неге тұтқынға түсті, қырылды. Сол алғашқы топта кетті 2 әкемді. Бірақ менің бір несібеме мына Бәкірдің туған ағасы болды. Ахмет деген бұл кісі енді бұлай белгілі адам болатын, оқыған адам болатын. Ол кісі Баспақ Батыр деген кісінің немересі Мәмбет Әлі дейді. Оның бір 2-ші жағы бар. Баспақ Батырдың қарындасынан Мұстафа Шоқай туған. Сол жағымен де ертеден мен Мұстафа Шоқайдың атын естіп өскенін айтып отыратын. Кейінірек 53 жылдары Мұстафаның інісінің отбасымен отырғанымызда енді Нұртаза ұсталып кеткен ғой, кемпір бартын, сол Үзілпе деген шешеміз айтатын еді, біздің қайнаған 7 патшаның тілін біледі деп отырады. Шын мәнісінде ол 7 емес, 9 тіл біледі екен. Орда облысы Сырдария ауданы Айдарлы елді мекенінде дүниеге келдім. Сонда 4-ші класты бітіріп 5-ші класта қалаға ауыстым. Қызылорда қаласына келіп оқып, сонда қалада 1 май қазір Қалтай Мұхамеджан атындағы мектепті 56 жылы бітірдім. Мына әдебиетке ынталарым көбірек болды, әдебиетке, тілге, тарихқа ынталым сол кезде бөлектеу болды. Сол енді бір қызығы
сол бітірген жылы мен енді журналист болғанға Казгойға келгем. Бірақ ол кезде Казгойға келгенде өндірістен келгендердің бағы жанып тұрған, олар 3 күн тапсырса болады, түседі. Мен конкурстан өте алмай қайттым 56 жылы. 6 сабақтан 24 балл алдым, бірақ ол жеткіліксіз болды. Содан кейін жұмыс істеп, 2 жылдан кейін барып Қызылорданың педагогикалық институтын бітірдім. Ол енді 5 жылдық оқуды. Бұнда біз алған біліміміз қазақ тілі мен әдебиетінің маманы және орыс тілінен сабақ беруге құқығымыз болды. Мектепте 1,5 жылдай жұмыс істедім. Содан комсомолға шақырылдым. Мектепте комсомол үйінің секретары едім. Институтта оқып жүргенде де белгілі бір белсенділік көрсетіп, сол профсоюз ұйымдарына, кештерге, сосын қабырға газеттеріне соларға араласып жүретін болғанмын. Сол комсомолға шақырылып, мен комсомолда бас-аяқ 9 жыл істедім. Қызылорда қалалық комсомол комитетінің бірінші хатшысы болдым. Оның алдында сол бөлім меңгеруші едім. Москвада 1 жыл оқып көрдім. Ол кезде жоғары комсомол мектебі деген болды. Ол кісінің жанында сосын кейін облыстық комсомол комитетінің секретары болдым. Бәріне 9 жыл кетті. Бірақ мен енді 9 жыл бостан-босқа кетті деп айта алмаймын. Өйткені егер саяси бұлай сипатта саяси басымдықтары жағын айтпасам, комсомол шын мәнісінде жастардың тәрбие мектебі болғаны рас. Осы кезде көптеген, енді қазір біраз пенсияға шығып кетті, көптеген қайраткерлердің бәрі комсомолдардан шықты. Ол бір белгілі бір жүйеге келген болатын. Бізде қазір енді талаптанып жатыр ғой. Бұл енді комсомолда бірден бұл ой жоқ. Қазіргі жастар ұйымдарында жетіле келіп, сонда бір үлкен тәрбие мектебі болатынына менің сенімім бар. Енді содан партия жұмысына ауыстым. Партияда облыстық партия комитетінде мен 17 жарым жыл жұмыс істедім. Оның 11 жылы бөлім меңгерушінің орынбасары, бөлім меңгеруші болып істедім. Сол партияда жүріп кандидат қорғадым. Қателеспесем, сіз идеология саяси? Идеология мәдениет бөлімі, идеология деп аталынды. Сол бөлімді меңгеруші болдым. Сол бөлімде жүргенде мен философия ғылымдарының кандидаттығы атағын алдым. Ұлттар қатынасына байланысты қорғадым. Енді кандидаттық диссертациям ол енді бір сол кезде үлкен ғалымдардың бірі болатын Сужик Марат Мұхамбетқалиұлы деген. Сол менің негізгі жетекшім болды. Сол астында кандидат қорғап шықтым. Сол Қорқыт Ата университет, қазіргі Қорқыт Ата университетінде, иә? Жоқ, ол өзі мен осында заочно оқыдым. Институт философия, право дегенде сонда заочно оқыдым. Бұл енді шында келгенде 43-ме келгенде кандидат болдым ғой. Бірақ мен институтты бітіргенде аспирантураға түсем, ғалым болам, әдебиетші болам, тілші болам деген ойымда болды. Бірақ реті келмеді. Бітірген жылы мен қалаған мамандыққа болмады, сонымен аттасып кетіп, комсомолға кетіп болдық та. Содан кейін енді сол 43-шімде келгенде кандидат қорғадым. Кеше студенттерге лекция оқып жүргенде айтамын ғой, студенттер айналайындар, сендер мендей болмаңдар. 43-те кандидат болып, 66-ңда докторлық қорғамаңдар. Сендер бәрін 40-қа шейін бітіріңдер. 40-қа шейін оқуды да бітіру керек, бәрі өзінің деңгейін бітіру керек. 40-қа шейін отбасындағы тіршілікте де бітіру керек. Балалы шағалы болу керек. Сосын 40-тан былай қарай, сол істеген 40-қа шейін жеткен еңбегінің, істеген ісінің рақатын көруге, және сол қол жеткен табысты ары қарай жалғастыруға ұмтылыңдар. Менде 66-ға келгенде доктор болмаңдар деп айтам да кейде. Енді әркімнің тағдыры әртүрлі ғой, бірақ мен енді осындай дәрістерде бір айта кетуім керек. Өзі ғылым кандидаты болып өтім да 95-ші сол. Одан партия тарады. Партия тарамай тұрып, мен телевидениеге бастық болып келдім. Телевидениеде жаңашылар, соған бастық болып келдім. Сонда менен кейін еді партия тарады, сонда кейін айтамын ғой, мен сол идеологиядан кетіп қалғаннан кейін партия тарап кетті облыстың. Онда тарамайды деп күлем кейде. Оған қарап тұрған жоқ қой, заман өзгерді, өзгерістер керек болды. Бірақ кеңес үкіметі өзгерістер жасай алмады, күрделі өзгерістер жасағанда көп нәрсені сақтап қалуға болатын болды. Енді бірақ ондай нәрсеге жасауға қауқары болмады. Міне сөйтіп
жаңа облыс партия комитетінен сол телевидениеге 4,5 жыл телевидение істедім. Телевидениеде жүргенде сол мен депутат болып ұсынылдым. Сонда мен бір айтайын дегенім, сол комсомолдағы, партиядағы, телевидениедегі істеген ісімнің жемісі болу керек. Мен сол екі рет депутат болып 9 жыл парламентте мүше болдым. Бұл енді мен сияқты қарапайым әкесі жоқ, я туған ағасы жоқ, я апасы жоқ, я туған жаңағы немере шөбере бастық ағалары жоқ адам үшін ол үлкен жетістік деп ойлаймын. Мен сол өзімнің ойым енді азын-аулақ үлкен талант қабілет болмаса да, сол мына жұмысқа деген бір жауапкершілігім сол белгілі бір мені аштау деймін. Берген жұмысты өте тапсыру, уақытылы орындау, одан кейінше орындап шығу деген сондай бір өзімде ертеден бір қалыптасқан нәрсе бар. Сол мені бір алға алып кеткен дүниенің бірі болды деп ойлаймын. Сол жауапкершілік, мына қолынан келгенше еңбектену, алдына бір мақсат қойсаң соны жеңу, соған жету. Мысалы енді институт бітіргенде жаңағы 63 жыл 23-інде сол 23-інде кандидат болып дармандаған адаммын ғой. Бірақ сол 23 жылдан кейін кандидат болып тұрмын ғой. Бірақ сол ойдан кете қойған жоқтығым. Созылып кетсе де күндердің күнінде сол кандидат болып шықтым. Мынандай сұрақ туындайды. Енді сіздің кандидаттық жұмыстың аты ұлтаралық қатынастар. Ұлтаралық Қазақстандағы. Қазақстандағы ол кездегі енді жағдай түсінікті. Демографиялық жағдай. Қазір кезде енді осы тақырыптың таңдау себебіңіз қалай оған жеттіңіз? Бұл біріншіден мынадай, менің ғылыми жетекшімнің өзінің проблемасы осы болатын. Ұлттар мәселесі болатын. Ал шын мәнісінде бұл күрделі мәселе. Әрине, кешегі кеңес үкіметі кезінде бұның басқаша аспектілерді қаралған жағдайлар бар. Ал бірақ ұлтаралық қатынастағы мәселелерді зерттеу ол кезде де болды. Бұл кезде де болып отыр. Бұл өмір сөнбейтін нәрсе, өмір өшпейтін нәрсе. Бұл мәңгілік тақырып. Қай бір қоғам болмасын, қай бір мемлекет болмасын, ол үшін бұл өте бір өзекті мәселе. Біздің мына елбасымыздың да қайта-қайта халықтың бірлігі, халықтың тұрмысы, ассамблеяны құру, оған белгілі бір статус беру, осының бәрі де сол ұлтаралық қатынастың туындап жатқан дүниелер ғой. Қазірде де мәнді, ертеңде мән туындап береді. Ел барды, халық барды, бұл мәселе мән туындап береді. Мәні арта түспесе, еш уақытта келмейді. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларға, армен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін.